Тікелей эфирде жаңалықтар. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде ғылым айлығы басталды. Енді бір ай бойы университет ғалымдары мен студенттері ғылыми конференциялар мен семинарларға қатысып, өздері де зерттеу жұмыстарымен айналысатын болады. Ғылыми шараның мақсаты студенттер мен магистрант, докторанттардың жұмысын жүйелеу, сондай-ақ ғылымға қызығушылығы бар жасөспірімдерді тәжірибе жинауға шақыру. Шара аясында ғылыми журналдар жаңғыртылып, ботаникалық бақтың жұмысын жандандыру мен ғалымдардың жариялаған материалдарын насихаттау секілді жұмыстар жүзеге асырылады деп күтілуде. Бір айға созылатын ғылыми іс-шараның ашылуына американдық ғалым Джон Каразерс қатысты. Корнелл университетінің профессоры семинар өткізіп, дәріс оқитын болады. Өздеріңізге белгілі 12 сәуір академик ғалым Қаныш Сәтбаевтың туған күні, космонавтика күні. Соған байланысты осы ай ғылым айлығы болып бізде университетте жыл сайын атап өтіледі. Осы айдың аясында, ғылым айлығының аясында көптеген шаралар жоспарлануда. Университеттің 6 ғылыми орталығы бар. Онда 20-дан аса ғылыми қызметкерлер жұмыс жасайды. Well, the purpose of my visit is Бұл менің Қазақстанға алғаш келуім. Бұл сапарымның мақсаты студентімнің ғылыми зерттеу жұмысына көмектесу. Яғни зерттеу жұмысын жазу үшін біз Қызылорданың урбанизация жұмыстарымен танысуға келдік. Сапар барысында Қорқыт Ата университетімен танысудамыз. Университет ұнап жатыр. Зерттеу орталықтарымен танысып жатырмыз. Осында бір апта боламыз. Семинар, тренингтер өткізіп, өз тәжірибемізбен бөлісеміз.